Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге Алматы мемлекеттік жаңа технологиялар колледжінің өндіріс шебері Жұмабаева Гүлзира Айдылмашевна. Мамандығымыз тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу. Пән, бұйымдарды өңдеу бойынша кәсіби дағдыларға ие болу практикасы. Сабағымыздың тақырыбы қақпақшалы оймалы қалтаны өңдеу. Сабақтың мақсаты қақпақшалы оймалы қалтаның бөлшектерінің аталуын және дұрыс өңдеуді технологиялық бірізділік бойынша үйрену, қалта түрлерімен танысу. Дамытушылық мақсат студенттердің жаңа тақырыптан алған білімдерін жетілдіру, талғамдарын, ой-өрісін кеңейту, кәсіпкерлікке баулу, тәрбиелік, студенттерді ұқыптылыққа, шыдамдылыққа баулу, мамандыққа деген сүйіспеншілігін арттыру. Жаңа тақырыпты түсіндіру. Жалпы қалталар сыртқы түріне байланысты 3 топқа бөлінеді. Жапсырма қалталар, экранда көріп тұрғандай, әртүрлі фигуралы, 4 бұрышты, дөңгелек, астарлы болып бөлінеді. Және сонымен қатар жапсырма қалталар фасонына қарай желбіршекпен өңделеді. Оймалы қалталар, екі жиекті қақпақшалы оймалы қалта. Екі жиекті оймалы қалта, бір жиекті қақпақшалы оймалы қалта болып бөлінеді. Жапырақшалы оймалы қалталар ұштары бастырылған және ұштары қондырылған жапырақшалы оймалы қалталар. Тігіске түскен қалталар, олар орналасу орнына байланысты жан қиықтарында немесе бедер қиықтарында орналасуы мүмкін. Белдемшеде бедерлі қиықта және классикалық шалбардың бүйір қалталары немесе сырт киімде кездесетін тігіске түскен қалталар болып бөлінеді. Бүгінгі тақырыбымыздағы бір жиекті қақпақшалы оймалы қалтаға қажетті пішім бөліктері: негізгі бөлшек, бойлама, қақпақша негізгі матадан, қақпақша астары және қақпақша желімді қатырмасы, астыңғы әдіп, көмкерме әдіп және қалта астарлары қажет болады. Ең алдымен қалтаның орналасу орнын белгілеу. Яғни қалтаның орналасу орны матаның оң бетінен белгіленеді 4 сызықпен. Бұл жердегі бірінші сызығымыз қақпақшаны қосып тігуге арналған тігіс, екінші көмкерме әдіп қосып тігетін тігіс, үшінші және төртінші белгідегі сызықтар қалтаның шеті, яғни қалта ұзындығына тең. Бойламаны орналастыру. Алдыңғы бойдың теріс жағына қалта орналасатын жерге көктеп алады немесе үтікпен жапсырып аламыз. Бойлама бізге қалта аузы созылып кетпес үшін қолданамыз. Қалтаның аузын созылудан қорғайды. Қақпақшаны дайындау. Қақпақшамыз біздің 3 бөлшектен тұрады: негізгі, астар қақпақшасы және қақпақша желімді қатырмасы. Желімді қатырманы қақпақшаның теріс бетіне жапсырамыз. Желімді қатырмамыз негізгі қақпақшадан 5-7 мм-ге кіші болып пішіледі. Астар мен қақпақшаның оң беттерін беттестіріп, қиықтарын теңестіріп, тігіс ені 5-7 мм-де жөрмеп тігеміз. Тігістің басында және аяғында міндетті түрде бекітпе берілуі керек. Және тігіп болған қақпақшамызды бұрыштарында тігіске 1-2 мм жеткізбей бұрыштап кесеміз. Қақпақшаға жиек шығарып көктеу. Қақпақшаның оң бетіне аударып, қол қазық көмегімен бұрыштарын шығарып түзейміз. Қақпақшаның астарғы жағынан негізгі бөлшекке 1-2 мм-ге жиек шығара отырып, қиғаш тепшімен көктеп аламыз. Және дайын қақпақшаны теріс бетінен баса үтіктейміз. Қақпақшаны негізгі бөлшекке қосып тігу тігісін сызып аламыз. Әдіптерді дайындау. Астыңғы әдіптің 3/1 бөлігіне желімді қатырма жапсырып, бүгіп, үтіктейміз. Және осы төменгі әдіпті ішкі қалта астарына тігіс ені 1 см-де астар бөлшек жағынан
қосып тігеміз. Тігісті төменгі астарға қарай жатқыза үтіктейміз. Көмкерме әдіпті астарға қосып тігу. Көмкерме әдіп негізгі матадан пішілетін болғандықтан, жеңіл бұйымдарда астардың үстіне қойып көмкерме әдіпті бастырып тігіп алады. Немесе мата қалың болған жағдайда көмкерме әдіптің төменгі қиығына қалта астарын тігісені 1 см-де қосып тігіп, тігісті астар бөлікке қарай жатқыза үтіктейміз. Қақпақша мен әдіпті негізгі бөлікке қосып тігу. Қақпақшаның қалтаның жоғарғы сызығына оң бетіне орналастырып, белгілеп алған сызықтың үстінен қосып тігеміз. Тігістің басында және аяғында бекітпе беріледі. Одан соң әдіпті қалтаның белгіленген төменгі сызығына қосып тігу. Тігістің ені 5-7 мм-ді құрайды. Одан кейін қалтамыздың аузын кеспес алды ең бірінші теріс бетінен бойлама жағынан, яғни біз қосып тіккен тігістеріміздің параллельдігін, екі тігістің бірдей бітіп, бірдей аяқталуын міндетті түрде тексеруіміз қажет. Қалтаны кесу барысында бір-бірінен жетпей қалуын немесе асып кетуін болдырмауымыз керек. Қалта аузын кесу. Қалта аузын кесу ол күрделі операция болып есептелінеді. Қалтаның теріс жағынан ортасынан екі шетіне қарай 10-15 мм қалғанда бұрыштап, тігіске 1-2 мм жеткізбей қияды. Бөлшектерді аударып, түзеп, шеттерін бекітеді. Қалта рамкасын көктеу. Қақпақшаны әдіпті қалтастармен теріс жағына айналдырып, әдіптің және қақпақшаның тігісін қиғаш тепшімен көктейді. Бұл операция біз қалтастарларын тіккенше қалта аузы созылып кетпес үшін жасалынады. Көмкерме әдіпті негізгі бөлшекке қосып тігу. Қақпақша тігілген үстіңгі тігіске көмкерме әдіпті қосып тігеміз. Және қалта шетін бекіту. Қалтаның шетіндегі тілшекті көмкерме әдіпке бекітпе арқылы бекітеміз. Қалта аузы мықты болуы үшін. Қалта астарларын қайыпту. Қалта астарларын тігісені 1 см-де айналдыра отырып, бұрыштарында дөңгелетіп қайып тігеміз. Егер бұйымда астар болмаған жағдайда қалта астарлары торланады. Дайын қалтаны баса үтіктеу. Дайын қалтаны алдымен теріс жағынан, сонан соң дәке арқылы оң жағынан баса үтіктейміз. Осымен бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты орындалды. Қалтамыз дайын болды. Назарларыңызға